Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Зейнулла Кәкімжанов дейтін мынау Алматыда алтын қарғалы дейтін шипажай бар. Соның егесі оңбаған Зейнулла Кәкімжановқа сөз айтайын деп едім. Зейнулла, сен өзің қазақ болып орыстарға, ФСБ-ге жағым шоқпары болғаның ба? Өзің қазақ тіліңді, ана тіліңді түбінен жою ойың ба? Сен орыстардың өздері, мынау түріңменен бар ғой, сен орыстардың өздері сені жек көреді. Мынау черт дейді саған көрсетіп. Ішінен де мынау орыстар айтады. Ресейдің орыстары. Мынау черт өзі көмектесіп жатыр бізге. Жағы ана тілін құрту. Ана тілін құртқан екен, ол халықты түбінен құртқаны. Мен сияқтылар қайта сыйлайды. Баяғыда СССР кезінде мынау сатқындарды, стукач дейма, мынау доносчиктарды қара тізімге кіргізетін еді. Соғыс басталып кетсе, мынау оңбағанда бірінші сатып жібереді, олар бірінші құрту керек. Бірінші не алу керек. Сен де сондай болғаның ба, Зейнулла? Баяғыда Шыңғысхан бір қазақ руларымен басқа қазақ руының барын басын қосу үшін мынау көнбеген екен отырарды алып жатқанда, отырарды алтай аламай жатқан. Сонда ішіндегі историктердің, тарихшылардың жазған бойынша полосатых шапанах не дейді андай, торговцы, чтобы спасти свою жизнь, дейді, открыли двери түнде, есігін ашқан. Торговцы, купцы, сарты. Сөйтіп Шыңғысхан кіргенде мынау отырарға, сөйтіп қырған халықты. Сөйтіп мынау сарттарды бірінші қинап өлтірген. Қол аяғын байлап, үстінен ағаштар төсеп, үстінен столдар жасап, сөйтіп той жасаған, тойлап. Сендер өзі халықты, сендерді мынау сеніп, өздеріне қалаға кіргізіп, сендерге сеніп не алған адамдарды қонақ жайлы жасаған халықты сатқан екен, мен бірінші соғысты сатып жібересің деді. Сен сондай болғаның ба? Не анау мынау? Қайта мынау ресепшнде отырған қыздар, официантка қыздарға, қыз келіншектерге, жігіттерге қазақша киім киіндіріп қойып, бірінші келгенде қандай ұлт болса да қазақша амандасып саламатсыздар ма деп. Кейін көзін жетсе қазақша сөйлемейтін. Орысша ауысыңдар дегенде сондай установканы жасайтын орнына сен қазақша сөйлегендер адамдарды әкей күн бермей орысша ауыса берсін деп, орыс тіліне ауысын деп, сондай жағдай жасайсыңдар. Бір қазақтың батыры мүйсіні жоқ. Қазақ тілін жететін дәрежеге, өте биік жететін дәрежеге тірлік жасамайсың. Не ол? Мынау ресторандардың түрі анау қазақша сұрақ қойса, орысша жауап береді, жақтырмай. Қайта сөздегі термин қойып, қазақша музыка қойып қоятын орнына, қазақша не алатын орнына, сен мынандай қастанды қазақ ана тіліңе жасап жатсың. Сенде кім болғаның? Сен нағыз сатқын болғаның ғой. Анау баяғы санаторийді тегін алдың. Сол қазақтардың арқасында, момындығының арқасында ақша жасап жатсың. Шегіреткен айғырындай болып айып етпе, мен саған бетіңе айтайын. Сен орыс болам деп орыс боламыз, сонда өзіңді биік санап жүрсің бе, қарапайым қазақ халқына? Сен оларға чортсың, білесің ба? Сыртынан айтады, бетіңе күледі, сыртынан айтады ол. Менде орыс мектеп, институт, бәрі қызмет, бәрі орыс болған, орысша. Онкей достар немне орысша болған. Бірақ орыстарды басқа немлерді сыйласу керек, не қылу керек, бірақ өзің намысыңды ұстап, бет ұстап тұру керек.
айып етпеңіз қазақ елі, мынау енді тағы да мынау ең русификацияны өткізіп жатқан өзіміз. Мынау осындай, мынау менің ойымша, мынау Зейнолла Кәкімжанов сияқты осындай адамдармен, сатылып кеткен адамдармен, өзін ұлтын сатқан адамдармен, менің ойымша пікірім сол. Сондай жасайды. Баяғыда міне жерге барғам мен, мынау жаңағы Алматыға, мынау қалалық акиматтың дәл алдында мынау неме бар, тренажерный зал. Кіріп бара жатсақ, сол жерде екі охрана қазақ жігіт здрасте деп амандасады. Қасында бір басқа қазақтар здрасте деп отырды. Мен айттым, сен неме, біз орысқа ұқсап кеттік па, орыс па? Қазақша амандаспайсың, аспайсың деп айтып кеттім жақтым. Кейін шығып келе жатқанда, оқтан 2 жыл бұрын төрт. Айтады, көке, сөз дұрыс айтасыз, айып етпеңіз. Мына жерде орыс қазақша сөйлесең бәле қаласың. Мынау директор егесі мынау Қайрат Боранбаев еді. Мынау оңкей бастығымыз орыс қойып қойған. Қазақша сөйлесек, бір-бірімізге қазақша сөйлесек жақтырмайды. Сол үшін не қылдық? Дұрыс айттыңыз, мынаның бәрін дұрыс, көке. Әбден біз ішімізде не қылып жүрген. Кәне ол Қайрат Боранбаев қайда кабинетті деп кіріп жан шығартайын де, ол бұяқта жоқ, бұяқта отырмайды. Ол немене дейді. Мысалы, сотта да қалай барасың сотқа? Мысалы, орыс тілінде болып отыр. Амандасқанда бірінші здрасте дейді. Здрасте дегенде саламатсыз ба дейсің ба? Бәле қаласың сөйтіп. Мынау СМАС дейтін бар, мынау Алматыда сот. Соның төрағасы анау. Сөйді канцелярия келгенде әкей орысша сөйлейді. Қазақсын не алды. Мен кейін замечание жасайды. Сол замечание жасадым деп, әбден сен сөйтіп не қылады. Түсіндің ме? Бұл тотальный жағы русификация болып отқан. Түсіндің ме? Ол жаңа мекеменің бастығынан немесіне байланысты. Адам ішіндегі, мысалы, магазинге бардың, басқа жерге бардың, ол жаңағы орысша сөйлеп, әтей сен не қылған, ол бастығы кінәлі. Олармен айту керек, замечание жасап, жаңағы не қылу керек, бірақ бастығын жан шығарту керек. Әрқайсысы кішкене тартылу керек. Ол бастықта үстінен жағы ФСБ-лер отыр. Бүкіл Қазақстанда ФСБ-лер мен ойымша не қылып отыр бәрін. Мынау взяткалар, мынау коррупцияның көбісі, сол немелер бар. Ішіндегі осындай немелер жағы мынау әр мекемен бастығын қолынан байланысты. Түсіндіңіз ба? Бұл жердегі анау жағы аузына келген оттаған жағы келіншек, жағы мынау Зейнолла дейтін Кәкімжановтың жерлесі, семейінің қызы екен. Түсіндіңіз ба? Сол жерге орын беріп қойған жағы, бір коттедж беріп қойған. Сол жерде ол жасайды. Оны шыққандай жағы, мынандай масқара жағдайына кейін шығарып жіберу керек еді. Оны шығарған жоқ. Соған қарағанда сол, менің ойымша, сол Зейнолла Кәкімжанов өзі соған бұйрық берді. Осындай мынаны артынша енді орыстар тұр ғой мынаны. Подъездіде, біздің үйде тұратын жерде де біз баламыз екеуміз қазақша сөйлесек, біз нацист дейді, түсіндіңіз бе? Түсіндіңіздер ме? Осындай жағдай. Әрқайсымыз осындай біз күресуіміз керек, өз ана тілімізге, немене тілімізге. Сол үшін жағы әрқайсымыз өзіміз келешегіміз. Әйтпесе мен баяғыда маған не керек бар? Бизнесін алып қой, бәрін алып қой, сен не қылма, бейт, бәрін қайтарып береміз. Әтей соттың алдында мынандай 250-300 мың доллар шешілетін немене мәселесінде әтей сөйтіп не қылады. Мен ерекшіп тұрып, сөйтіп өзін істегенім істеймін, өзін отаным үшін, мемлекетім үшін не қылмай. Мен ішімнен сатылып кетіп қазір, бірақ Алла тағала көріп тұр барлығы. Не қыламын мен оны? Ерте 200-ді болып. Қазір көбісі 200-ді, көбісі емес барлығы 200-ді. Мынау немне осындай жағы байлыққа жеткен, осындай жағы немлелердің бәрі. Сөйтіп бізді осылай адамға санамай, халықты өз елімізде, өз жерімізде қазаққа сөйлеуге қорқытқызып, біз анау чукчалдар сияқты болсын, чукчаларды көріп жүрсің ғой. Халық ол. Ол халық өзі кінәлі емес, сөйтіп жасаған, сөйтіп арақ беріп, сөйтіп не қылып, қазір Володя, Сидор, Петр деп болып жүр. И сөйтіп, ешқандай оларға анау немене керек жоқ жағы. Анау біздің байлығымызға тиме, біздің ана тілімізді бір айтқан істеп, сөйтіп жағы жүре береді. Сондай қазақты көргісі келеді олар, түсіндіңіз ба? Жақында немене болды, жағы көшпенділердің ойын. Соның көбісін жағымда немелерін оқыңыз, ішіндегі борттар жүрген, бір қырғыз бен қазақты шақыстырып, жағы
немне жазылған соның бәрі жағы Ресейдің ФСБ-нің немлері, боттары. Ондайға не қылмаңдар. Тікелей өзінің немнесіне бәріміз алысуымыз керек. Енді мына қылмыстық істі қозғатты, енді аяғына шейін менің ойымша ішіндегі жаңағы оның бәрі анау кісіні танымаймыз бұл жаңағы келіншекті. Ол бізді танымай бас салып сөйтіп істеді, соған қарағанда олар актив сөйтіп ұйымдастырған, сөйтіп бізді мінезімді біледі, не қылады, сөйтіп бір нәрсе орыстарға қарсы бір нәрсе сөйлей ме деп, жоқ анау біреуді айтып тастай ма, тағы да мұны қол жұмсап жүре ме деп, сөйтіп бізді қораға кіргізіп дегендей қылмыстық іс қозғатайын деген әрекеті ғой деп ойлаймын. Аты жөніңізді айтпайсыз ба? Сейчас, подождите, мы охрану вызовем, он с вами поговорит. А давай поговорим. Угрожать мне не надо. Давай деп жатырмын ғой. Сөйлесек деп Идите жатырмын. отсюда, идите. Не надо всякие шақырыңыз. националистические, фашистские. Какие националисты? Сіз аты жөніңізді сұрап отырсыз. Аты жөніңізді сұрап жатырмыз ғой. Қанша күн жүрміз, бір орысша, онки орысша, өзбекше. Аузыңа қарап сөйле, шыбағансың ғой сен. Аузыңа қарап емес. Шыбағансың ғой сен. Тамақ беремін сен керек болса. Здесь нет фашизма. Он говорит, почему по-русски ставите? Кто скажет, здесь в основном по-русски или по-казахски? Вот. Қазақша қойсаңшы деп отыр. Сен немене, Ресей болып берді? Мынау шыбаған мынау. Қашан келмесең орысша қояды, қашан келмесең өзбекше қояды. Шақыр полиция. Шық, иди. Шақыр деймін. Выходи отсюда. Шақыр деймін. Фашист, выходи отсюда. Аяқтың фашист. Вы фашист. Бергеніңіз, итерме телефон. Тимеңізді телефонды. Запрещают. Немнеге запрещать? Немнеге запрещать? Аға, айқайламаңыз. Айқайлама өзің. Немнеге запрещать? Қашан келмесең орысша қоясыңдар. Қашан келмесең орысша, өзбекше қоясыңдар. Қазақстаннан қоймас десең, националист дейсің. Кімсің сен өзің? Представьтесейші. Не қыласың мен кім екенін? Жоқ, оны не үшін істеп тұрсыз онда? Сен нацист дейсің. Сен неме Қазақстанда тұрып жатырмын мен. Мен айтып жатқан жоқпын. Мұны нацист деп отыр ғой мен. Фашист деп отыр. Фашист деп отыр Давайте мен. оны қойыңыз. Мына шыбаған мына, мына шыбаған. Жоқ, тәте. Ана өзі айтып тұр ғой, нацист. Аға, мына жерде конфликт создавать етпесеңіз. Мен создавать етіп тұрған Не создавать етіп тұрсыз ғой? неде создавать Біз келдік та аты жөнін Аты сұрадық. жөнін сұрадық. Неге мынандай деп едік сразу. Сен кет анаяқа мен қазір қамайын десең. Давайте. Қазақстан ба не, Ресей ма бұл? Аға. Бері қарайсың. Қазақстан ба дейсің? Онке орысша қоясың. Сіз постоянно конфликт создавать етіп жүрсіз. Қашан создавать етіп? Бір келіп бір Тогда уходите вы тоже. көрінбе? Берген. Беркеле, охрана. 10 күннен бері өте өзбекше орысша қойып жатыр. Қазақша қойсыңдаршы. Я не буду ставить. Ты не имеешь права не ставить. Мы Я пришли имею отдыхать. право с ней ставить. Мы пришли отдыхать. Когда фашисты приходят, я не ставлю. Ты не говори так, фашисты. Зачем ты так Фашисты оскорбляешь? пришли и сказали, мы русскую не хотим, узбекскую Не хотим. говори так. Не Да, говори. фашист Вы сказал, айтқан он жоқпыз. тоже фашист. Нақ отырып айтасыз кеп. Ты сама так сказала. Зачем ты Нет, говоришь? они Мы сказали, пришли отдыхать. когда вы Искеп көріңші ау, жауғы искеп көріңші. Нет, так не пойдет. Почему? Бәрін фашист деп отыр. специально свое показываете, вы журналист кто? Не оңақтай шыбаған. Я как висите, что иди отсюда. Все наркоманы. Наркоман. Все наркоманы. Иди отсюда. Аузыңызда переговор. Мынауың шыбаған мынау. Қайдағы айтып еді, ұят. Қайдағы ұят, почему ұят?
Адам сап атыңызды сұрады. Не будет по причине того, что пришли Ой, ой. националисты. И Ань, они о, говорят, что мы должны только казахскую музыку. Казахский такое берегтей. Ань, Ну, тоқта. специ- Ань. Қазақша қой десе нацист деп тұр, көрдің ба? Все, они должны уйти. Нет, все. Он наркоман. Все. Ань, Фашист, Ань, наркоман. Все, Ань, выключаем, уносим все. Ань, көрдің ба? Ничего не будет. Наркоманы приходят, что Ань. хотят, то и говорят. Қайдағы наркоман Всё, оңбаған ты десе? наркоман. Ка Всё, полицияны выходим, шақырыңызшы, всё, ничего не полиция. будет. Из-за того, что мы поставили русскую музыку, он подходит, хочу казахский не ставит. Все, не будет никакой музыки. Ань. Сами идите и почему? Вы спрашивайте. здесь у нас отдыхающие, Как да? можно так говорить? Вы Нельзя отдыхающие или- на русском, Идите на дальше, французском, подальше. Как это ещё на идите? каком-то. Я охрана. Начальник охраны пришел, его Какие позовите. претензии вы к нам имеете? Я не знаю, меня вызвали здесь, конфликтная Ну какой ситуация. претензии имеете вы к нам? Она нас прогоняет. Вы слышите, вы представьте, Вы пожалуйста. здесь, вы здесь Не, вы представьте, пожалуйста, да, мы здесь отдыхающие. Всё, не надо. отдыхающие, но вы да. создаете конфликтную А ситуацию. где какой конфликт ситуации? Ну вот, Вы даже не видите, разбиравшись, вы Нет, обвиняете нас подожди. в конфликте. Нет, вы представьтесь, кто вы такой? Фамилия, имя, отчество, представьтесь. охранник. Ну, фамилия как Поляков ваша? Сергей Как? Валентинович. Поляков Сергей И что вы Валентинович. считаете? Не Ну надо, что, что, не какие претензии к нам? Ну вот, Почему? вызвали же. Что, представьте себе, поставьте одну музыку хотя бы казах. Сколько дней находится постоянно на русском языке? Нет, Узбекский Кет, язык. Кет, уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. А? Нет, Кет, уходите все. А? Вы мешаете, вы нехорошие люди. Уходите. Все, ничего не будет. Плохой народ пришел. Их надо вообще в санаторий таких не брать. Все, ничего не будет. Нормальный, ненормальный? А что? Уходи, Біз сізден уходи. атыңызды сұрадық қой. Бір мәрте қазақша өлең қойыңыз деді. Біз сізге айттық. Қазақша өлең қойыңызшы деді. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисті, машисті деп айтып тұрсыз. Фашисты. Что, қазақша өлеңді қос дегенде националист кетсін деп елдің бәрі де шырылдатып қойып отыр. Националист фашист деп тұр. Сіз естідіңіз ба? Какой гость, фашист, какой может быть? Фашист не может быть гостем. Не обращайте внимания. А вы почему двое всех Они лишаете снимают, они не удовольствия? имеют права. Не А никто не лишает. Мы Не нравится, у нее сидите в спросили, номере. как ее зовут. Мы Мы не запрещали, у нее спросили, как ее зовут. Она начала провоцировать. Спросите у нее. Вот скажите ей. Нет, завтра пойдем все вот это все толпой. Хотела сесть сюда, но я сказала, иди отсюда. Сама себе подпишет. Всех она нас послала. Он, да, вот здесь танцевал, он снял меня на видео, потому что я правду сказала, он плохой человек. Такой же, как и эти, все. Вы плохой человек. Да, вы плохой, вы такой же фашист. Нет, она вообще недостойна. Все, молоко это, Жоқ, ана қыз вообще керек емес. Увольнять надо ее. Нет, директора надо уволить. Видеоға түсіріп алып бәрін сөзден. Ертең саламыз. Сонда сен Зейнулла жаңағы анау Шодиев дейтін бизнесмен, өзбектің бизнесмен шестеркасы болғансың ба, соның күшігі болғансың ба? Жаңағы бәрі сөздегілер жаңағы музыканы қайтадан қойдырған екен, жаңағы келіншектің орнына келген қазақ жігіт өзбекше қойып отыр. Балам, сен қазақша музыка құрып қалдың ба, қазақша қоймайсың ба десең, ол орысша, өзбекше біткеннен кейін қазақша қоямыз дейді. Сонда қазақ тілін сен вообще санамағаның ба? Қандай оң болған адамсың? Үйтіп нан тауып жегенше өлмейсің ба? Ұятсыз, намысы жоқ. Сен анау соншама қазақтардың жек көргенің ба? Осы уақытқа шейін баяғыда 20 ғасырдың аяғында
пенсияға шығып кеткен орыстың кемпірін ұстап отырмын. 80-90 жасқа кемпірді ұстап отырмын, бас дәрігер болып, санаторий. Ол қазақтарды әбден қинайды. Көріп жүрміз ғой. Мынау лечение саған болмайды, мынау лечение болмайды, мынау болмайды деп, мынау противопоказан деп лечение бермейді. Бәрі қазақтар амал жоқтан кейін өзі айтқандай пара беріп сөйтіп назначение жасап алады. Орыстарды болса дереу бәрі жақсылап күтіп алып, лечениенің бәрін беріп жіберетін еді. Соншама орыстарды жақсы көрсек, мейлі, қарсы емес, орыстарды қой, бірақ екі тілді білетін орыстарды, сауатты орыстарды қоймайсың ба? Назначение жазып отырып, кемпір ұқтап қалатын, 90-дағы кемпір. Мен осы уақытқа шейін 22-23 жыл шуылдағанша сол кемпір ұстап отырмын, шуылдағаннан кейін амал жоқтан бас дәрігерді қойдым. Қазақтар не жаман? Қанша қыз келіншектер қазақтың сауатты жұмыссыз жүр. Шетелге кетіп жатыр. Нағы оларға қоймайсың, нағы соншама қазақтар жек көресің. Қазақтар әкеңді өлтірді ме? Шешеңді зорлады ма? Соншама орыстардың Хэллоуин болғаның ба сен? Сегодня 14 октября 2022 года мы находимся в кабинете директора санатория Алтын Каргалы. Я вчера обращался к господину Нурлану, фамилия Ташибаев, да? Ташибаев? Да, по поводу того, что вот вчера в столовой меня не обслуживали на казахском языке, при этом, когда рядом с столовым проходили официанты, именно здесь мы, казахи, сидим, объезжает, сначала обслуживает только русских тех. По моему мнению, это настраивает нас против умышленников, технично, против русского населения или как граждан, я не пойму, для чего. Эту официантку я никогда не знал, когда я ее спросил, она назвала фамилию Эфель или как-то. После его мы обратились к директору, как сказать, данного санатория, объяснили ему. Также объяснили ему про этот, какие условия устраивают там при принятии процедур. Те, нами поминать те, которые знают только КМД. И теперь мы вот обращаемся вновь, после вчерашнего обращения, наоборот, мы думали уменьшиться, наоборот, это увеличилось. Вы объясните, почему? Вы так сказали, дали приказ. Поздний. Казахша сөйлемейсіз қой, по-казахски вы не разговариваете, да? Чтобы не поняли. В личное отделение все казашки, Нет, вы. Сейчас я с вами разговариваю на русском. Нет, я вчера вас попросил на казахском языке, вы сказали, говорите на русском. И поэтому, чтобы наши, подписчики поняли, почему я на русском говорю. Потому что вы не владеете казахским языком, да? Не владеете, да? Нет, я понимаю, но свободно изъясняться, как вы, поэтому, да, мы на русском разговариваем. А вы считаете правильным, да? Ну, это моя ошибка, и, конечно, я должен поднять свой уровень. Ну, а как они, например, руководство, как назначают вас директором? Вы не знаете, это не государственная служба, это частное предприятие. Это было государственное предприятие. Раньше было. А приватизировали ситуацию. Все, мы каждый раз мы должны, почему вы думаете, каждый раз мы должны по каждому этому подходить к вам, что ли? Упрашивать вас, чтобы вы исправили там все. Я вам сказал, именно где казахи сидят, она подходит мимо и обслуживает русского, потом здесь казахи сидят и не могут. Почему? Я 2 дня терпел, я думал, может быть, это случайно. Ага, это не преднамеренно. А как получается? Возможно, для вас, конечно, это не преднамеренно, кажется, вы сами не чувствуете это, вы не находитесь так, а мы чувствительны. Потому что, живя у нас в стране, вот такие, как вы, чиновники, не зная государственный язык, и такие эти допускаете. На ваше замечание я отреагировал, я переговорил с администратором зала, чтобы вас обслуживали именно те лица, которые казахской национальности, казахского языка. Они боятся на русском говорить, вы знаете об этом? Нет. Да, она постоянно говорила на русском, вчера на казахском заговорила. Они боятся, говорят на казахском языке. Извините, я перебил вас.
Да, ну как ни в коем случае. Я несколько раз до этого на работу, я обращался, она отвечала на русском. А вдруг вчера она на казахском заговорила. У нас коллектив интернациональный. У нас отдыхают Не, государственный язык казахский же. лица разных национальностей. У нас многонациональный, да, Республика Казахстан. Ну хорошо. У нас отдыхают и русские, и евреи, и армяне, и казахи. Казахов много, конечно, и казахов у нас в коллективе большинство. А почему они боятся на казахском языке говорить? Случае такого. Это ваше предвзятое отношение. Ну как приезжать? У меня на видео записано. Вы спросите у Галии, Ну, зачем? боится ли она говорить на казахском? Кто? Которая вас... Ну, мы несколько раз обращались, она на русском отвечала. И вот после вчерашнего она на казахском отвечала. Сложилось мнение, что она боится говорить на казахском. Потому что я к ней несколько раз на русском языке обращался, и парень там казах Она вам на сказала, что русском. она боится? Нет, она на русском отвечает. Но это значит, что она боится говорить на Да. казахском. А почему так получается? Когда я Ну, вот обращаюсь вы можете спросить. на казахском, она отвечает на русском. Ага, вы спросите у нее. Ну, хорошо, ясно. Теперь Да. вот эти, Что по касается, поводу, вот, медицинского допустим, отделения. вот, медицинского отделения. Вчера, У нас вот после вот того, наше как я отделение был, русское. нет, дело не в этом. Они начали говорить, делать то, что устраивать козни, издеваться, лечение, то, что они делали раньше, перестали делать то, что Можно важно. вашу санитарную книжку, санаторно-курортную книжку? Я запишу ваши данные, я обращу внимание старшей медсестры нашей. Ну зачем это? Я не хочу уже завтра через 2 дня выписываться, и вы, обращу внимание, мне подачку дадите. Мы Нет, что, это из-за не этого подачка. каждый день Нет. будем ходить по этим темам? Я не хотел говорить, не хотел. Если вот это, как его, издевательство. Я здесь не лечение получаю, а здесь хуже у нас получается. Вы гробите мое здоровье. Вы понимаете, на нервы действуете. На нервы действуете. Вот Хорошо, этими мелкими ага. своими Я еще раз действиями. прошу вас. Уже все лечения, которые были, наоборот, вы это, из нас, который было здоровье, выбили его Как мне вам? на нервы. Ну как, технично, по-сатанински, по чуть-чуть, там, отдавая поручения, как я предполагаю, Вы сотрудникам. ошибаетесь, да. Ну, зачем ошибаться? Это совершенно не в Это наших уже. интересах. Ну, В наших интересах, чтобы вы отдыхали. да. и в Мы хорошем бы не настроении. пришли бы, это мы уже в отчаянии я пришел к вам. Понимаете? Не надо говорить, потом зачем будете вы выклянчивать нет. А как мы свои выклянчиваем? Ну как, у нас уже осталось 1 день, и вы мне записываете, уже все прошло лечение, теперь что теперь? А что можете изменить? Я должен Понимаете? реагировать на каждый Реагирую. Если есть жалобы, я разговариваю с нашим коллективом и устраняю вот эти ошибки, если они есть. Мы вам вчера объяснили. Ага. Я на ваше замечание сказал, чтобы администратор зала ресторана посмотрел и вот... Ну, мы что, выклянчивать должны? Вы же казах, вы казах. Вы гражданин Казахстана, да? Не знаете, во-первых, свой родной материнский язык. Родной знаю язык. Не знаю. Вы не говорите, вот я вам вчера сказал, давайте, вы не говорите на них. Это справедливый упрек, да, справедливое замечание. да. Второе, в зале обслуживания, официанты или как, которые делают, они, по моему мнению, боятся, говорят. Одна казахская работает, Это совершенно неверно. а другие не казахские, они обходят именно зал, где сидят казахи, несколько, 2 стола, а остальные, где сидят русские, там другие национальные фигуры, обслуживают, им 100 раз кричат, как возмущаются, они не приходят. Это что, специально Да, вы делают? ошибаетесь. Ну как ошибаться? Она... Она, Совершенно нет. ну конечно, нет. Нет. И если вы государственный язык не знаете, игнорируете, травмуете, вы уничтожаете государство, население постоянно. Так нельзя делать. Никого не тронул. А то, что вы, вот это люди приходят, вы не считаете, что мы выклянчиваем? Нет, не надо, извините. Мы уже выписываемся. Ни в коем случае, я так не считаю. Кейін кешеде келсек, тағы да медсестрадан сұрады еді. Кілтті жоғадан өтіптен іздеп барып алады, медсестраға барсақ, ол жерде қазақша жауап беріп, кейін орысша жауап береді. Мына қазақша жауап береміз, мемлекеттің менсібесін берсе, такого приказа нет деп, орыс беруімізге. Ұйғыр болу керек. Дежурный медсестра. Оларды біз, енді сіз қазақсыз, мен қазақпын, Қазақстанда тұратынбыз, дұрыс па? Енді сіз ондай не қылмайсыз, әке. Ол айтады, приказа такого нету дейді. Қазақша сөйлейді. Қазақша сөйлейтін, мемлекет тілінде жоқ. Білмесе мейлі.
біліп тұр. Жоқ аға, енді мына жерде өзіңіз білесіз. Қазақпыз, сөйлейтіндер сөйлейді. Жоқ, мемлекет тілге жауап бермейді. Енді ел деген әртүрлі ғой, әртүрлі ел. Енді нацизм не надо устраивать. Нацизмге дұрыс па сол? Енді сөйлеген сөйлейді. Қазақстан мемлекет, мен қазақпын. Енді білмейді, қазақ. ел білмесе білмейді. Енді не істейсіз? Біледі ғой. Өлтіреміз ба бәрін? Біледі ғой, енді біліп тұр ғой. Тұр ғой. Білмесе мейлі, біліп тұр. Енді біліп тұрса да енді адам әртүрлі. Жоқ, сіз мына қазақша сөйлегенде нацизмді істеп отырсыз ба? Жоқ, енді сіз Қазақстанда тұр. сіз адамды етіп отырсыз. Қазақстан- Неге сөйлемейсің деп. Жоқ. Мен сол үшін айтып отырмын. Мен сұрақ қойып отырмын ғой ол кісіге. Енді Ол кісіге қазақша жауап берген ақ мен. енді біреулер сөйлей алмайды, біреулер ұялады. Ұялады ма, білмейді ма? Ұялады ма, білмейді ма? Енді что, енді каждого осуждать, что ли? Каждого человека осуждать, что ли? Я не собираюсь каждого. Онда каждый сайт, бәріне сайт, қарсы не сөйлейсің? Қарсы неге айтпайсың? Жоқ, енді біз Каждый қазақша енді- сөйлегеннен кейін неге олар преимущество орыс тіліне береді, қазақ тіл болып тұрған Енді кезде. мен маған айтасың ба? Жоқ, енді сіздің подчиненіңіз ғой енді. Мен жыр көшеге шығайын, каждый мен Жоқ, сөйлесейін. көшеде емес Жыр қой. көшеге каждый мен Сіздің сөйлесейін. подчиненіңіз ғой. Мен бағанағы болған ғой. подчиненный. Енді мен что, за каждый кім орысша сөйлейді, кім қазақша, кім қытайша буду отвечать, что ли? Ол дұрыс емес сіз өйтіп айтып отырғаныңыз. Менікі дұрыс емес па? Дұрыс емес. Қазақ тілінен мемлекет тіліне жауап бер дегенде дұрыс емес па? Жаңағы неден уборщица Гүлбахрам Амраева қазақша десек, мен қазақша мен білуге міндетті емеспін. Қазақ тілі керек болса саған керек, маған керек емес дейді. Гүлбахрам ол кажется уйгур. Қазақша Білмейді енді, не істейсіз? Өтіресіз ба, атыстаңыз ба? біліп тұр ғой. Ал атыстаңыз ба, не істейсіз? Жоқ, енді ол отношениесін айтып отыр ғой. Қазақ тілі саған керек, маған керек емес дейді. О, демек ол мені сізді де адам қылмағаны ғой. Енді маған не айтасыз оны? Енді сіздің подчиненіңіз, сіз бір нәрсе істеу керексіз ғой енді. Бола берсін. Сіз айтпайсыз ба, бұл қазақ мемлекет тілі Қазақстанда тұрып отыр. Неге сен қазақ тілін сыйламайсың? Мына жерге мұғалім алып келейін, бәріне курс өткізейін. Жоқ, сөйту керек. Жарайды. Сөйту керек. Ал тағы да қандай сұрақ? Жарайды, Нұрсұлтанмен қарсы сөйлесейін. Тағы қандай сұрақ? Мен ауызша талаптар дейтін ол заңды күші бар. Сол жаңағы, анау жаңағы уборщица отырды ғой. Жоқ, қоятыңыз, жоқ, уборщица. Неге енді сіз енді агрессивно істеп отырсыз? Гүлбахрам дегенде агрессивно сөйлейсіңдер. сіз қалай біз агрессивно сөйлейміз? Сіз бізді нацист деп отырсыз, нацистский вопросы. Гүлбахрамды жұмыстан алып Сөйлемейсіздер ма, сөйлемейсіздер? Сөйлемегенсіздер. Неге қашып жатырсыз? Енді сөйлемегенсіздер ғой. Енді отырыңыз сөйлейсіз. Неге ұстатыз? Сіз қызметінде отырсыз. Сотканы Бос емес қой. Ағымен әжелі сөйлесең. Неге ағымен әдейі сөйлесіз? Сізден әжелі сөйлесең. Неге ой сөйлесіз? Не? Сіз мемлекет қызмет істеп отырсыз ғой? Енді немен түсіру керек пе енді бәрін? Иә, түсіру керек. Неге түсіру керек? Қайда заң бар? Түсіру керек. Бар ондай заң. Көрсетіңіз заң. Бар заң. Көрсетіңіз. Жоқ, қызметінде отырсыз ба? Көрсетіңіз заңды бұл. Жоқ, сіз қызметінде отырсыз ба? Енді сіз демалға дедіңіз ба? Енді нормально сөйлесін. Біз сіздерге сұрақтармен келіп отырмыз. Шешіңіз деп дұрыс па? Енді түсіру керек па? Шешем. Иә. Айтып отырмын ғой, қандай тағы да сұрақтар бар? Сұрап отырмын. Шешем деп жатқан жоқсыз ғой. Мен ананы өлтіремін ба, бүйтемін ба, өздерің Мен біліңіздер. сіздерге айтып Ешнәрсе істемеймін деп нацизм отырсыз не стройте дедім. Сол нацизм ғой не? Өйгір қыз, ол қазақша білмесе, неге Қазақша біледі, біліп тұрып тұр ғой. Приказ жоқ дейді. Енді Қазақша сөйлеп тұр ғой. қазақша сөйлеу үшін обязательно приказ керек. Мемлекеттік тіл ғой енді. Сіз өзіңіз дұрыстап сөйлегенде қалай сөйлеу керексіз? Өзіңіз мемлекет тіл деп нақсыз қазақ мемлекет тіл сөйлеген адам, талап еткен адамды нацист деп отырсыз, разбойтын нацизм. Келесі сұрақ. Жоқ, нағып өйтесіз деймін. Мен сізге айтып отырмын. Маған нағып өйтесіз. Жоқ, мен қазақпын. Қазақ адам өз мемлекет тілінде. Каждый сразу көшеде, бүкіл көшенің. Көше емес қой бұл, санаторий ғой. Санаторий, жоқ, бір минут тұрмыз, бұл санаторий. Мемлекеттің ақшасында, дотациясында тұрып жатыр. Енді Біздің ақшамызда. мынау частный санаторий. Сол мемлекеттің бюджетіне ақша бөліп жатыр бізге. Бөлінген жоқ. Иә, бөліп жатыр бізге. Частный. Онда неме? Частный, Россияға жатасыздар ма немене? Государственный емес, мынау частный компания. Енді частный компания болса немене? Енді бәрін қарсы сөйлестіру керекпін ба? Жоқ, для фиксации. Жоқ, Қоспадың, жоқ, қоя тұрыңыз сіз. қоспадың бұл. Сіз былтыр
Сіз мені былтыр нацист дедіңіз. Кім айтты нацист? Сіз ғой. Видео бар ғой. Сіз жоқ. Ана Видео бар ғой. орысша неге сөйлейді? Мен айтам ол ұйғыр кісі дедім. Өшірдім. Жоқ, немеге өшірді? Ұйғыр кісі дедім. Сол ана орысша сөйлейді. Нацист деді ғой. Жоқ, мен айттым. Мен айттым. Национальный розын. Бәрі мына жерде 130 мың, 130 ел тұрады Қазақстанда. Асыз бәрі қазақша сөйлеу керек, бәрі қазақша жасау керек. Кеше болмайсың деп Марат айтшы сен. Бауырым, сен сонда ел тұрады. Марат менің. 140 болсын. Олар үйренсін қазақша, үйренсін. Енді маған не айтасыз? Жоқ, неге келесі ауызына біз сізге басқа вопроспен келіп отырмыз? Жоқ, енді маған сразу уважать етіп отырмын. Через жыл нацист деп айтты. Нацист деген это национальный розын. Ондай болмайды. Тоқаев, Назарбаев бәрі айтты ғой. 130 ел тұрады. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой. Сен баспай ақ қой. Былай бол. Біз ол тек былтыр ғана басқаны айтпаймыз. Кешегін айтайын негізінде. Кешегі, мысалы мен ана таныс площадкаға барып қалдым. Мен ойым ішінде. Бәріміз сөйлеуде болдық. Бәріміз сол жерде болдық. Мына кісіге жаңағы Гүлсім деген, мысалы ол нағыл қарап отырсаң. Постоянно сөйтіп не алады да. Мына кісіге сен фашистсің деп кет деп жатыр да мен соны естідім. Мен одан басқа ештеңе Наркоман, нацистсің дейді. мен наркоман. Отырыңыз мына жерге отырыңыз. Нацистсің деп сөйтіп жатыр деп сосын мен мына үлкен кісі. Сосын мен айттым. Ол үлкен кісі ғой, сен оны да алып жатырсың. Маған бүйтіп бітті. Сен де жаңағыдай неменесің. Фашистсің дейді. Мен бар ғой, мен түсінбедім жаңағы. Сосын мен келдім де сразу мен онымен ұрысқам да жоқ, ештеңе жоқ. Мына администрация қызға қазір келген. Сол қызға айттым, Назарке ма, кім мен білмеймін. Соған айттым, мынау Гүлсім сөйтіп жатыр ана жерде, шатақ шығарып жатыр деймін ғой. Сөйтіп ой неменеге болып қалды деді. Шықты да ар жағында сыртта бір бала отыр екен. Мен айттым, танысını бүйтіп тастап бітті өлді. Бәрін кетіңдер деді. Ана жерде тұрып жаңағы бәрін кетіңдер деді. Мен айтамын, сен кетпейтін сен кімсің деймін. Кімсің? Мысалы осы жердің директорысың ба, жоқ басқасың ба? Біз мысалы мен өзім инвалидпін. Мысалы мына кісілер кейбіреулер пенсионер, кейбіреу инвалид. Кішкене көңіл көтерейін деп сөйтіп барып отыр ана жерге. Қарап отырсаң жаңағындай дейді. Кеттік соң мен жаңағындай етіп бардым ана қызды. Ана қыз не қылып оған да бой бермейді. Бірақ ана бала қойды да қойды жаңағы неменесі. Дейді ана мынау өзі кетіп қалды. Сосын бір кішкене не болса қайтып кетті. Сосын мен ана балаға айттым, сен өзің қоя бер deyapsın. Кішкене болды, бейді нормально. Сосын қайтадан бастады жаңағы. Даңдың, ана жерде үлкен кісілер мысалы. Мияу болып кетті ана. Жоқ, осы немене музыка сендерге жарайды. Иди мен қызықсың. Біреу қазақша сол. Ол кейін орысша өзбекше. Соның бойын жаңағы ғалым деген. Үшін охранниктер екен. Соған айтады, охрана, алып кет мен ана. Ана деп мен айтамын, сен көк сен кімсің? Жаңа ғалым айттым, сен кімсің? Сен үндемейді жаңағы. Мен мына кісіге кәдімгі шығыңыз. Мен айтамын, сен кімсің мына кісіге шық дейді. Мысалы үлкен кісі. Өзің үлкен болсаң, мысалы ана шық деп айтамын. Ана жерде инвалид. Мысалы жаңа алдың кішкене жауын жауып еді. Неменемен келген. Соған ана немене жауының асты. Жоқ, мына жерден шық. Кет деп сөйтіп. Сен несіне алғанды сондай. Нағылый. Қарап отырсаң. Мен мысалы жаңа мына кісінің жаңа фашист. Маған да фашист деп сөйтіп жатыр. Наркоман, фашист. Бір сүйеуі бар. Кто-то ее бүйтіп айтып Культурный жатыр. сектор, понимаете? Қазақша қойыңызшы, билейік. Анау, Ақмаржан туда-сюда. Мен тез билейік, бәрі жылын кісі келеді, суық қой. Қойыңызшы десе, қоймай. Өзім білем не қоятынын. Одан кейін орысша өзбекше. Орысша өзбекше. Біз қай жерде тұрып Енді біз Өзбекстанға баршы өзің. Россияға баршы. По-другому. Мынандай санаторий біз көрген жоқпыз. Бірінші кіргеннен бұрын біз естігеніміз. Апай тыңдадым мен болды. Тұра тұрыңыз, мен бітірейін, әңгіме сосын сөйлемеймін. Столовыйыңызда ол бардак. Бірін берсе бірін бермейді.
медсестраларыңызға барсаң бәрі айғайлайды, бәрі грубиян, жап аузыңды дедім ғой дейді міне медсестраларыңыз. Ана үстінде қай кабинет болсын бәрін айтып береді. Айлығым 90 мың не? Я виновата, что ли? Мені келді. Жоқ, жұпар емес. Ол кісі байқұс вежливый жұпар. Бірақ қиналады. жалғыз өзі ғой. Жалғыз өзі, екі адам өрді жұмыс істеуде. Жазып отыр. Екі процедура бар. Екі процедура жалғыз өзі істейді 90 мыңға. Сен амал жоқтан істеп жатыр. Нақты десең, сіз ертең жұмыстан шығарып жібереді деп қорқады. А басқалар 90 мың деген айлық не ол? Сендер бала байсыздар ғой. Басқаларға жаңа көтмасы секторды, пожалуйста, прямо сейчас выгоняйте с работы. По отрицательному мотиву. Бәріңіз не жазып бердіңіздер маған? Қарыз. Ештеңе жазбаймыз. Біз сразу кәкімжаныққа шығамыз қазір. Жаңа увольнениеға официально қарыз керек. Жоқ. Нет, все же жалуются. Бір минутте боламыз. Бір минут. Сіз заң бойынша голословный устный немеде арызға жатыр. Заң бойынша. Обращение. Устный обращение. Юристіңіз бар болса сұраңыз. Айтады. Устный. Бұл коллективный кеп айтып отырыңыз берді. 20 шақтардан. Нет, мы же приехали отдыхать. Біз демалуға келдік. Бұл не первый случай. Все жалуются, на питание жалуемся. Хлеб то плесенью пахнет, то они старый хлеб. Свежий никогда не бывает. Салат салады ғой. Міне мынандай объем. Мына мысықта төлмейді. Салаттың объемын үлкендігі. Жақсы, обедке келемін мен көремін. Енді айтып қоясыз, жақсы мен барамын. Қазір келемін. Айтпайын ғой, фу, сізде қызықсыз, мен кішкентай бала. Сіз Ғалияны не үшін алып тастадыңыз? Қазақша жалғыз официанттың ішіндегі старший қазақша сөйлейтін. Жақсы алып, не үшін алып тастадыңыз? Не үшін бастадыңыз? Мен сізге сұрап отырмын ғой, не үшін бастап тұр? Он мелодия жаңадан бері айтып бері қараңыз, 7-8 өлең айтылды кеше. Біреусі қазақша жоқ, өзбекше, өзбек емессің бе сен? Жоқ. Орысша, өзбекше, орысша 7 өлең, 8 өлең айтылған екен. Кеше біз алды күні 14 күн жүрміз сөйді. Бұлай бер, кешке қарай. Жоқ, беріп тұрмаңызшы. Кейін қасына бардым, қарындас, жаңа қазақша өлең жоқ па? Біреуін қойсаңызшы. Бас салды. Ты кто такой? Нацист дейді. Вот как былтыр сіз маған нацист дедіңіз ғой? Точно. Видео бар сен. Видео бар, ертең қарабет боласың ба? Шығарған екен. Сен нацистсің деді. Жоқ, бері қараңыз. Аяғына шинайтын де. Кейін наркомансың деді. Сіңдің ба? Наркомансың деді. Фашист деді. Мы подпишем, хорошо? Нұрекеңе керек деп тұрсың. Біз қол қойып береміз бәрін. Аты жөніңізді, фамилияңызды беріңізші, заявление или как? Аты жөніңіз кім сіздің айтпақшы? Нұрлан деді ғой. Нұрлан. Кім? Нұрлан. Фамилия? Макетаев. Мен сенімен сөйлеспеймін дейді. Мен сәтсім ескелеттім. Жаңа осы кеше сөйтіп тұр, ал бүгін тағы мен сендермен сөйлеспеймін. Оның бір мысалы ұстап тұрған Тоқаев па, біреу бар ма деп ойлаймын мен сосын. Жоқ, шыны керек. Ағында бір столовыйға баратынбыз, балам екеумізге келіп, я вас прославлю, здесь вы больше ноги вашей не будете. Его пришли кто? Директор. А кім еді? Мен жас көрдім. Мынау қазақ келіншектің шырылда қалатқанын қараңыз байқұс. Қалай болды? Қазақстанда біз неге қазақ болып кеудемізді керіп жүруге, қазақ тілінде сөйлеуімізге, қазақта арланамыз ба? Мен өзім орыс тілінде сөйлей алмаймын, тіпті орыс тілін даже білмеймін. Мен өзімнің қазақ болғаныма мақтанамын, қазақша сөйлей алғаныма мақтанамын. Бірақ мен осы Қазақстан көшіп келгеннен бері орыс тілінен өзім қорланамын. Балам да солай, орыс тілін білмейді, тіпті дворға да шыға алмайды, балалармен ойнай алмайды олармен. Неге балам сен асыға түсіп досталмайсың? Мама, олар орысша сөйлейді, мені сен қазақша сөйлейсің деп шетке қағады дейді. Сонда ата-анама бұл саясатты жүргізіп отырған жоқ кім? Біз өзімізді қорғап қалу үшін, ана тілімізді қорғап қалу үшін ғасырлардан бері сонай біздің ата-бабаларымыз осы Қазақстанның бір уыс топырағы үшін қаншама құрбандықтар берді. Біз соны немен қорғаймыз? Тілмен қорғай алмасақ, өзімізді қазақ екенімізден арлансақ, біз болашақта кім боламыз?